Ұйғырдың ұлттық тағамының бірі дапанжи тамағын жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде мұқият қарап алыңыз. Дәмі өте керемет шығады. Қазанға майды құйып, кішкене қызғаннан кейін үстіне бір ас қасық шекер қосамыз. Қыздар, шекерді араластырып тұрыңыздар, бір шетінде күйіп кетпесін. Шекер ерігеннен кейін үстіне тауықтың етін, осылай әдемі болып туралған тауықтың етін саламыз. Ол шекер бізге тауықтың етін қып-қызыл етіп қуыру үшін қажет. Қуырған кезде сырты әп-әдемі қып-қызыл болып шығады. Үстіне майдаланған туралған чеснок, паприка, имбир және де тұз қосамыз. Мен имбирді көп қоспадым, өйткені алдын қолданып көрмегенмін, бірақ сіздер сәл көптеу қоссаңыз болады. Үстінен соя салып, тауықтың әбден суы кетіп қуырылғанша қуырамыз. Үстінен пияз, жаңағы сәбізді, помидорды салып қуыратын боламыз. Барлығы қуырылып болды деген кезде картопты да барлығын үлкен-үлкен қылып турағандай етіп, картопты да үлкен етіп қуырамыз. Картоп кішкене қуырылғаннан кейін картопқа жетер-жетпес қылып су құйып қоямыз. Әбден қайнап пісуге жақын қалған кезінде барып болгарскийлерді салатын боламыз. Бетін жауып тағы да 5 минут тындырсақ дайын болады, қыздар. Бұл тамақ өте тез дайындалады, бірақ өте дәмді болады, қыздар. Негізі мен сияқты осындай қамырмен немесе картофельный пюремен немесе күрішпен ұсынсаңыздар болады. Керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама тіркеліп, колокольчикті басып алыңыз.